Барлығына сәлем. Мен бүгін өзімнің брекет тағуды неше жыл тақтым, қалай болды, брекет жайлы өзімнің тәжірибемді айтатын боламын. Осы видеодан кейін сізге брекет керек па, оның тағудың пайдасы және қандай қателіктерді жібермеу керек екендігін білетін боласыз. Қазір менде брекеттің орнына капа и мына жерде капа тұр, ал астында ретейнер тұр. Кішкене әлі толық үйреніп болған жоқпын, өйткені шешкеніне 2 күн ғана болды. Сол себепті де сөйлеген кезде ыңғайсыздау болып тұрмаған. Қазір капаны шешіп сөйлеп көрсетемін, ол кезде басқаша дауыс естілетін болады. Капаны шештім, енді сөйлеу біршама ыңғайлы, астында ретейнер қатты біліне бермейді. Бірақтан капаны әлі үйренген жоқпын. Не үшін мен брекет қойдым, және де қандай ауырам екен, сол жайында айтатын боламын. Брекет қою жайлы шешімді 2020 жылы қабылдадым. Негізінде мектепте оқып жүрген кезде ойлағанмын брекет қою жайында, бірақтан бізде ол кезде кішкене ауылдық жерде болғаннан кейін жақсы мамандар болған жоқ. Және де ақшалай жағынан да өте қымбат процедура болып табылады брекет негізінен шындығына келетін болсақ. 2020 жылы 19 қыркүйек айында қойдым. Содан кейін осы 2023-де 29 август айында шештім. 3 жылдай тағылған брекет болады. Негізі осы жылдың май айында шешеміз деген, бірақтан прикустың дұрыс келмеу әсерінен тағы бірнеше айға шегерілді. Енді кеше шешіп өзім қуанып жүрмін. Нәтижесі қандай болды, көңілімнен шықты ма деген келетін болсақ, кішкене прям идеально емес, бірақтан алдыңғыға қарағанда жақсылау. Яғни менде астында дұрыс болған жоқ, және үстінде кішкене нелер болды, проблемалар болды, солардың барлығы реттеліп қалды. Бірақтан брекет қойғаннан кейін алғашқы күндері ауырсыну сезімі болады, және әр ай сайын подтяжка, яғни коррекция жасап отырады. Сол кезде ауырсыну болады, ол шындық. Оны жасыратын ешқандай не жоқ. Тамақ жеген кезде ауырсынады, қатты тамақтарды жеуге болмайды, тек қана жұмсақ тағамдарды және де сұйық тағамдарды жеу керек. Қатты ыстық тағамдарды, қатты салқын тағамдарды да жеуге болмайды, өйткені тістің сезімталдығы жоғарылайды. Соның әсерінен барынша жылы тамақтарды жеуге тура келеді. Тіпті балмұздақ жеудің өзі кішкене қиыншылық тудырады бастапқы уақыттарда. Сол себепті де егер де соның барлығын брекет қоятын кезде ескерту керек. Мен өзім брекет қоярдан алдын ондай моменттер бар екендігін білген жоқпын. Сол себепті өзімнің осылармен бөліскім келіп отыр. Енді және де брекет қойғанда кезде бізде ақыл тістері бар, оларда зуб мудрости немесе 8 деп айтады. Менде ол 4 болды, 2 жағында да, үстінде де, астында да. Соның барлығын алып тастау керек болды, өйткені оларды алып тастамаса, олар кейін тағы шыққан, брекетті алып тастағаннан кейін ақыл тістер өседі. Содан кейін ол тістің қайтадан формасының, яғни қайтадан қисайып кетуіне себеп болады. Сол себепті де брекетті қояр кезде ақыл тістерді де алдырып тастауға кеңес береді. Бірақтан егер де 14 жастағы, 15 жастағы балаларға қоятын болса, онда олардың ақыл тістері әлі толық шықпаған, оларды ақыл тісті алмай жатады. Менің ойлайтыным, негізі брекетті 18 жастан ары қарай қойса жақсы болады, өйткені ол кезде уже адам өзі ойланып, более осознанно, яғни шешім қабылдайды. Мектеп кезінде қоятын болса, көп жағдайларда оның сүйектері әлі жұмсақ болғандықтан әсерінен қайтадан бұзылып кететін жағдайлар кездеседі. Енді брекеттен кейін, брекет кезінде қандай күтім жасау керек? Брекет кезінде күтім болса, жаңағы айтқан сол
қатты тамақтарды жемеу, барынша жұмсақ тағамдарды жеу, сұйықтықтарды көп жеу, және де қатты ыстық тағамдарды да жеуге болмайды, және де бояуы бар заттарды да шектеу керек брекет кезінде. Өйткені тістің несінде, тістің бетінде металл немесе брекеттің түрлері, басқа да түрлері бар ғой, солар тұрғандықтан астында кариес болуы мүмкін, ол бояулар, тәтті заттар жиналып қалуы мүмкін, соның әсерінен тістің эмалі бұзылуы мүмкін. Сол себепті де барынша табиғи өнімдерді, бояусыз өнімдерді жеу керек. Бұл брекет бар кезінде де, брекет жоқ кезінде де негізі кеңес беріледі. Және де брекет тағып жүрген кезде менде 6 ай сайын чистка істелініп отырды тіске. Соның әсерінен менде қазір ондай кариес немесе налет сияқты заттар жоқ. Және де оның бір артықшылығы тазалап отырудың. Ал үй жағдайына келетін болсақ, үй жағдайында күнде таңертең және кешке тісті тазалау, және өзінің кішкентай щеткасы бар. Қазір мына жерге суретін қалдыратын боламын. Ёршик деп айтады, немесе тағы басқа кішкентай щетка бар, жіптері бар, зубной нит. Соларды да дұрыс қолдана білу керек. Мен зубной нитті онша көп қолдана алмадым, бірақтан ёршикті қолданып жүрдім тісті тазалаған брекеттердің арасын. Брекетті қояр кезде ең бастысы жақсы дәрігерді табу керек болып табылады. Ол дәрігер сізбен тек қана брекет кезінде ғана емес, брекеттен кейін де жұмыс жасайтын болғандықтан өзіңіз сенетін, тәжірибесі бар, жақсы сізбен қарым-қатынас жасайтын дәрігер болу керек. Менде дәрігерім өте жақсы қарым-қатынаста болды. Бірақтан біз 3 жыл бойы жұмыс брекет тағу деген ұзақ уақыт болғандықтан өзімде кейде көп ақша кетеді, әріп коррекциясына ақша кетеді. Сол кезде кішкене өзім асығып кететін кездерде болды, немесе коррекцияның арасын ұзартып жіберетін кездерде болды. Егерде коррекцияның арасы жақын, яғни уақытылы болатын болса, онда 1 немесе 2 жылдың ішінде шешуге болады. Ал менде коррекция және карантин кезінде ұзақ уақытқа түсіп кеткендіктен 3 жылдай уақытқа тағуға тура келді. Сол себепті деп брекет қоймас бұрын дәрігермен дұрыс консультация жасап, дұрыс не үшін қою керек екендігін, барлығын дұрыс дұрыс сұрап алу керек. Және де дәрігеріңізден нелерін орын берген назначенияларын, леченияларды уақытында орындау керек болып табылады. Брекеттің алдында тісті толық тексертіп, қажет болған процедураларды жасалады. Менде брекеттің алдында арттағы 6-шы тісте нелер болды, кішкене налеттар болды және алдында болды. Соларды тазалап, емдеп болғаннан кейін қойдым. Ал енді брекетті ең жиі еститін стоматология негізі бізде қымбат процедура болып табылады. Но тіс адам үшін өте маңызды. Бұл тек қана эстетикалық жағына әдемілік емес, сонымен қатар жақ сүйектерінің дұрыс болуына әсер етеді, бет формасының дұрыс болуына әсер етеді, және шайнаудың дұрыс болуына, сөйлеудің дұрыс болуына әсер етеді. Сол себепті де брекет қоятын болсаңыздар, ең алдымен өзіңіздің шыдамдылығыңыз жете ме оны ұзақ уақыт тағуға, әрдайым әр ай сайын коррекцияға барып, әр ай сайын ауруға деген төзімділігіңіз жете ме, соны қарастыруыңыз керек. Өйткені әр ай сайын ауру басатын дәрілерді 2-3 күн бойы ішу бұл дұрыс емес. Енді бірақ менде ауырсыну болды, мен шыдай алдым. Ауырсынуларға көп қатты ауырсуды басатын дәрілерді ішкен жоқпын. Шыдай білесіз ба, соны ойлауыңыз керек брекеттен алдын. Екіншіден, қаражат мәселесі. Өзі брекеттің қоюдың өзі қазіргі таңдағы әртүрлі стоматологиялық орталықтарға байланысты. Мен өзім сол 2020 жылы бір жаққа, яғни бір челюстқа 40 000 теңге, екінші челюстқа 40 000 теңге, яғни 80 000 теңге қойған болатынмын. Қазіргі таңдағы бағалар
бір челюстқа 50 или 60 мың теңгеден басталады. Соның барлығын ойластыру керек. Және кейбір нелерде өзі коррекция істелінетін американский брекеттер бар. Ол жайында толық біле бермеймін. Менде металлический болды. Сол себепті де коррекцияны барып жасатуға тура келді. Американский брекеттердің бағасы одан қымбат болып табылады, тағы да өзінің бағалары бар. Яғни бұл кезде өте көп қаражатты талап етеді. Және де дұрыс дәрігерді таңдай білу өзіңіздің қалаңыздағы немесе аудан нелеріңіздегі, тұрып жатқан жеріңіздегі дұрыс дәрігерді таңдай білу, ол жердің тек қана дәрігердің жақсы болғаны емес, сонымен қатар тазалық жағынан да маңызды болып табылады. Өйткені тісті тазалап жатқан кезде, жұмыс жасап жатқан кезде қандай да бір қандармен шығуы мүмкін. Сол себепті ол орталықтың, брекет қоятын тіс емдейтін орталықтың тазалығы өте маңызды болып табылады. Және де өзіңізге деген осы брекет қою сізге маңызды ма, немесе брекет қоймай-ақ сіз жүре бересіз ба деген сияқты моменттердің барлығын егжей-тегжей ойланып болғаннан кейін ғана қою керек. Өйткені бұл өте көп күшті, жігерді талап ететін процедура болып табылады. Жалпы брекет жайлы осы. Назарларыңызға рахмет. Алдағы уақытта жаңа видеолар шығады. Менімен бірге болыңыздар.